Мына жерде бізде Роза отыр. Роза менің екінші ДТВ-сім. Роза Атырау қаласының тұрғыны, тумасы, я. Қарапайым ғана қыз келіншек. Бұл бизнесқа келгенде сенде қанша оқырман болды? Ой, мен оқырман түгіл, Инстаграм не екен білмеймін. Мұны қараңыздар. Мына Розаны қазір сіздер ойлап қалмаңыздар, бір гламурный деп. Бұл бұндай болмаған. Инстаграм бүйтіп парақшалап қарасаңыздар көресіздер. Қазір енді қарасаңыздар, уже бизнес-леди, я. Розаның енді қарсы болған ең бірінші сенбеген жолдасы, я, Роза. Енді басқа көп адам тыңдамаймын. Важнее тыңдайтыным сол әкемді, сосын жаңағы осы күйеуге шыққанша әкемді тыңдап келдім. Одан кейін маған мен үшін авторитет уже Руслан болды одан кейін. Енді мен через Инстаграм келдім. Ешкім мені бизнеске шақырған жоқ. Енді ол историяны білетін де шығарсыздар, білмейтін де шығарсыздар, бірақ өзім Тұрсынбаеваны, Айна Тұрсынбаеваны тыңдамайтын қыз келіншек жоқ шығар, тыңдадым да. Сосын бір күні айтты да, мен осындай сіңілім бар деп. Жаңа Ардаша ханымды айтты. Ол кезде Ардаша ханым уже сывороткілерді бастап шығарып бастады. Розовый осындай флаконда сывороткілерді бастап. Содан бастаған сияқты сіздер. Сол жаңа мультивитамин, нелерді, постлар шығарып жүрді. Мен чисто просто для кухни зашла. Вот что приготовить дейді ғой. Не пісірсем екен деген үйде баламен отырып, қызым жаңа туғаннан бастап сөйтіп қарап жүрдім. И мен даже НЛ-ға зарплат қашан түсетінін, онда қандай қыз келіншектер барын, Дананы да, мен сол кездерден бастап білем да. Мерседес алған кездерін, оның барлығы мен қарап отырады. Даже зарплата қашан түседі, қашан пост салатынын да білетін. И контроль жасап отырам да, енді есепке жақсы, мынау зарплата осындай өсті, мынау осындай өсті деп листовать етіп. Сосын айтып мен қашан баға қараймын, уже 5 ай болып қалды, я. И жазайыншы менде деп. Сосын кішкене Ардаханға сенімсіздік болды, құдай өзін. Жаңа болады ғой енді Айнұр Тұрсынбаеваның арқасында өсіп шығар. Честно, да? Апасын честно өзіне шығайын деп қоясың ғой. Атыраудікін тауып алайын деген мысль болды да. Потому что енді мен, если честно, желілік бизнес туралы ешқандай мағлұмат білмеймін. Мен тек қана біреудің затын сатып беру, біреудің киімін сатып беру, етін сатып беру, жаңағыдай. Сондай нәрсе. Қойын сатып беру. Иә, қойын сатып беру, шват өткізіп беру. Әкеліп тастайды, бесплатно сатып бересің, жаңағыдай. Енді үлкен коллективте жасаймын, мемлекеттік қызметте, ол жерде қарызға десем боқты да алады. Және кез келген нәрсені әдемілеп сатып беру мен қолымнан келеді да. Жаңағы сиырды айтады, сиыр сатамын, жілік бар дейді. Қандай жілік? Мен сияқты деймін да. Солай сөйтіп жүрдім да, сосын Эльнора деп жазылып тұр екен. Сосын Эльнораға хабарластым, Эльнора ол кезде дұрыс жауап бермейді да. Мен тойып алған ғой деп ойладым. Тойған қозылар өліп тұр, олардың бәрі. Айнұр Тұрсынбаева қайт жазып жібердім. Маған нормальный адам бер, короче, жауап беретін. Үйде бос отырмын ғой, бесіктің қасында отырмын. Сосын бір кезде Эльнора қайтып шықты, маған ссылка жіберді. Алдында мен клиент болып тіркеліп алыппын. Мен сізді көрмей тұрмын деп тағы соқтым. Мәссаған, мен қайда көрдім, мен тіркелдім дедім да, короче. Енді бағып қараса, Эльнора екеуміз, Эльнора мысалы жай, биязы, да, екеуміз темпераментіміз келмей жатыр. Сосын жақсы, осындай уақытта кездесейік деді маған. Барып қарап отырмын енді. Бизнес-план туралы еш нәрсе түсініп жатқан жоқ, бірақ есілдерден Эльнораны қарап отырмын. Ойлайсың, енді сен серіктес болайын деп отырсың, ты должна знать, короче, қандай адам. Қарап отырып, енді ол қазіргі Эльнора мен ол кездегі Эльнораны тоже төмен түсіп қарасаңдар ғой. Бәріміздің секретіміз ашылады. Это был тогда авторитет. Сосын тұрды да, жаңа айтып жатыр, бизнес-план түсіндіріп жатыр енді. Жан-жағыма қарап, вообще ана бизнес-планда шаруам жоқ, бір кезде 200 мың айлық табамын деді да. Сосын опа дедім. Мен өмірімде 200 мың айлық тауып көрген жоқпын. 15 жыл мемлекеттік қызметте жасағанда тек қана 85 мың теңгемен декретке шықтым. Сосын ойладым, мен неше жылғысың? Қайтадан өзін зерттеп кеттім да, осындай жылғаны. Неше бөпем бар, осындай бөпем бар. Сосын ойладым, мен сияқты қатун, тоже баламен отыр, 200 мың айлық табады. Мен неге таппасқа? Қайтадан түсіндірді Эльнора маған. Мен ассортимент түсіндірді, төменге шығып продукцияны түсіндірді. Мынаны тұтынып көрдім ба деп, ана уже мемлекеттік қызметте болып қалған, зерттеп болып баратында Эльнораны жеп баратыр мен өзі. Қазір мысалы өзім Эльнораның орнына, я какая была зануда деп ойлап отырмын. Маған сондай менеджер келсе, ема дейтін. Соны дейтін, үйге алып ұшып келіп, Русланға айтып жатырмын ғой, Руслан вақтыда. Руслан жолдасы. Мен миллион табам. Жан жақта Эльнора, 200 деді ғой маған.
Аяқта миллион деді да. Саған менің тауып отқан 500 миллионым жетпей ма деп банағыдай да. Сенен сөйтіп вечно жаңағыдай қанағатсызсың деп айтып жатыр да. Мен тауып жатырмын ғой, саған далаға кетіп тауып жатырмын сен үшін. Сосын Эльнұр айтты, пост жаз деді. Мен по жизни қазірде солай. Эльнұра не істейді, мен соны жасаймын. Эльнұра не айтады, мен соны жасаймын. Пост жаз деді да ма, НЛ-дан. Ғана 50 адам ба бірдеңе, менде подписчик дейді. Сосын алдында мен НЛ-дамын, Мерседес мінем, миллион айлық табам деп постны Эльнұрадан көшіріп алдым, короче. И жаз жерім, астынан заглавный буквамен лохотрон деп жазып. Жолдасын комментарий қалдырып кеткен, я? Бәр бүкіл родственник астына ха-ха-ха күліп отыр. Сосын сразу соқты, анауынды алып таста деді да. Мен алдында удалить етсам, ол жоқ вообще. Енді андай лохотрон болып тұрасың, конечно, удалить етсің. Сосын вақтыда жүр, сосын андай контратака дейді, атака жасап басым. Мен отыра алмаймын. Давай тогда мне бірдеңе ақша бер, мен Турцияға алып келейін, киім сата аламын да, например. Сонда ақша бер деп анандай, ақшасына бюджетке тиісіп бастадым да. Сосын, сен енді НЛ жасайын жатсың ғой, саған ақша керек қой деді да, ол жерге. Мен айтамын, здесь 0 вложения, Руслан, жерге ақша керек емес. Мен уже көріп тұрмын ақшаның қай жерде екенін деп айтамын. Есебін біліп тұрмын деп. Сосын жаңағыдай бірдеңе айналысайын десем бітті, осы қайшы өмірмен сүремін, бәрі кетіп жатыр жаңағыдай. Ладно деп жаз жүріп. Өзім сол моментті до сих пор білем. Үйден қалатымен шаш жинау алған, жарты шаш ақшаш, короче. Бесік етіп отырмын, Русланмен сөйлесіп отырмын да, жасасын, жасаш деді ғой. Жыладым қосыла. Сол жылап тұрғанды Эльнұраға жібердім да. Оны алды, уже Эльнұраға айтсам, Эльнұра ренжіме, мен сен уақытында алдым, маған енді рұқсат бермей жатыр, мен жасай алмаймын. Қайтадан жазды, Эльнұра, мен жасаймын, таңертең қайтып барамын деп. Сол Айдос келеді, баланы көтеріп, мен келемін жаңа, түсінбей жатырмын әлі дейді. Сосын мамам тіркедім да ең бірінші очередь, потому что білем, мама дейді, то анда кіреді, то мында кіреді жаңағыдай. Қос-қостан әкеледі бірден нәрселер, то үйде пилесос жүреді, то тағы бірдеңе жүреді. Мама жаңағыдай, енді ол өзінің өмірін өзгерткісі келетін шығар, да? Жақсылықты байып кеткісі келеді ғой енді, честно айтқанда. Мама, сен анда кіресің, давай мен сені осы жерден миллион айлыққа шығарамын. Миллион болмаса, сенің қасында жүргенші деп банағыдай. Соны екеуміз, сен өмір сетевойға кірмейтін, не болып кетті де бәрі шошыды да. Сөйтіп бастап кеттім, сосын Руслан келгеннен кейін прям договоренностьқа отырдым да, не ереттім да, ерлі айтты, давай Руслан енді уже 40-қа жақындап қалып жасыңыз да, давай сен маған 1 жыл уақыт бер. Если бәрі декретте отыр ма, если мен 1 жылда дымда бітірмесем, мен қайтам барам мемлекеттік қызметімен, сол бюджеттің ақшасын есептеуге, миллиондармен қырылуға, короче. 1 жылда енді жетістікке жетсем, онда осы жерде қалдым. Соң 1 жылды күткен жоқпын, 3 айда уже 150 мың зарплат. Ең бірінші зарплатым 54 мың болды. Мастер жаптым. Сен ананы айтшы, мамаңды шақырған кезде, адамдарды шақырғанда сенбегенін, мысалы көп адамдар соны ойлайды да, қалай бұл тез өсіп кетті? Сразу адамдар тіркеліп кетті ма деген ше? Мен айттым, короче, офистан шыққан кезде менде уже надежда болды да, вот сестренкам кіреді, 2 сестренкам, келінім кіреді, мамам кіреді, сосын 7-8 подружкам бар, солар кіреді, уже на миллион деп бардым ғой, короче. Үйге келіп, айтып жатырмын жаңағы. Тек мамам я деді де, оған дейін мен бәріне сөзім өтетін сияқты болып жүрдім. Сестренкам кіргізем, келінді кіргізем, келін өзінің тұқымын, сестренкам подружкалар, и бәрі отказались. Ой, жоқ, қаяқта миллион, ана, менің жаңа, мен Турциядан товар тасимын, мен шаш қояйын. Бірақ сосын ешкім келмеді, действительно. Сосын бір күні алдында Эльнұраға жыладым. Вот я хочу, но ешкім келмейді деп қамға, қорсылдап тұр, Эльнұра өзі подтвердит. Бәқір жыладым, үйде балдар шошып кетті. Мен андай үнсіз бүйтіп деп жылай алмаймын, жыласам бәқір жылайын да, тыңдау керек, есту керек мен. Андай бүйтіп жатып алып жүре алмаймын. Көпшікке жылау, это не для меня. Мен кәдімгідей актриса сияқты жылауым. Сосын Эльнұра айтып жатыр, енді ол да шошып кетті. Ән адам оған қарап бәқір жылап тұрған. Роза бәрі болады деп бана. Сосын мамама бар, мама сен дейтін, давай не істе деп. Адамдар шақырайын, мен что-то қолынан келмей жатыр. Сол мама пенсионерлерді шақырады, машинаға бәрін тиеп алам. Алып келем, Эльнұраның алдына лақтырам. Қаяқ шендіреді, біреу құра ешкі. Ана мучается, отырады. Сосын алар шыққан екінші потоға келді.
сөйтіп пенсионерлермен бастадым. Енді қазір енді тұқымдары қалды да, өздері жүр. Коронавирустан аман ба? Біреудің жаңағы келіні қалды, біреудің қызы қалды, сөйтіп қалып қойды, ол кісілер жоқ. Иә, іздері қалдырып кетті. Әйтеуір жарма-жан анадан мынадан алып қалдық қой. Содан кейін сол мана мамамды тіркедім, сосын мамам қоймай сандуғашты тіркеді да, сіңілімді. Не деп, ана Роза что-то бастағатыр, что-то серьезно, сен тіркеліп алшы деп. Ана кіші қыз тыңдамады, қойшы мама деді ғой енді. А бұл енді кішкене нежныйлау, ол тыңдап қалды. Сосын Құралайға соқтым. Құралай мен күйеуімнің жұмыстасына Ақылбек деймін, мен өзім қайным енді. Сол Құралайға айттым, Құралай давай жаз жібердім да, анда бәрі байып жатыр. Әлі дымдап қалған жоқпын өзім. Әлі активация да жасаған жоқпын. Біз унипаст алып келдім ба, соны Құралайға айттым, давай байық дедім. Потому что біздерде ана күйеулеріміз өздерінің 500 мыңмен бізді мыстылармен басатын болдылар, Құралай екеумізді. Сосын давай жасап көрейік, байық екеуміз. Құралай дым атқан жоқ. Ол келді, Ақылбек до последнего. Жеңеше саған сеніп жүрмін дейді. Ана вообще саған жүк қойды деп айтқасын дейді. Сонымен бастап кетті сол. Құралай, мамам 200 жасатып қойдым, 200 дейді. Өзім 200. Енді мен действительно ешкімге сата алмадым. Потребление жаңа күйеуімнің білмейді, ананы алдым, мынаны алдым, сөйтіп жүргенде 200 пиви. Бірінші 35 пиви жаса деді ғой, 35 пиви жасадым. Енді Нұрада қанағат жоқ, содан 70 деді. 70 жасадым. Одан кейін 200 жаса деді да, 200 пиви жасаса 20. Сонда кезде мені ошибкам, әлі маркетинг түсінбей жүрмін ғой. Короче, Құралай жасайды, мама жасайды, 200 боламыз да. Группа қоямын. Нұра, все, 23 мың таптым ба? Ол кезде 13 мың подарочный төлеймін. Сондай бір нәрсе, 15 мың денежный болды, 28 мың деймін. Таптым ба десем, жоқ дейді да, маған уличный объем жасауым керексің деп. Енді уже декретте отырған әйелде дымда жоқ қой, бәрі детский мылымен жуасың, детский крем жағып аласың, соны давай до свидания. Сосын анау да керек, анаған да қызған, мынаған да қызған сөйтіп ала бердім. Сосын Руслан саған что-то қырнатың керек сияқты, одан салып алдым ақшаны дейді. Өзінің ақшасын алып, мына өзінен алды, әйтеуір бірдеме 200 пиви жеткіздім. Содан кейін сол айда сөйтіп әйтеуір мастер жабылды. Бірақ енді жайлап қазір де сол кездегі айтқан адамдарым әлі келіп жатыр да. Енді келіп жатыр. Руслан оның лохотрон өзіне қайтып алды ғой енді. Бүгінгі күні айлығың қанша? Бүгінгі күні айлығым 4 миллион теңге. 4 миллион теңге. Мысалы біздер ана айтады ғой енді, мақсат адамның ақшасы өскен сайын өмір тіршілігі де өзгере береді екен. Бұрынғы үйіміз что-то не то болып қалды ма? Что-то не то, Руслан, что-то не то деп. Уже комфортный жизнь, да, мысалы біздер қаланың сыртында алыс тұрамыз, 30 минут жүремін екі ортаға. Жаңа кейде 1-2 рет барып келесің, андай жоқ бізде. Мысалы кешке бір жерге шығатын болса, сразу киіміңмен бір жерге шығып кетесің да. Сөйтіп сон қазір қаланың қақ ортасынан деп айтсам болады, элитный микрорайоннан уже 80%-ын тек қана осы НЛ-ның ақшасын төлеп қойдым. Машалла, құтты болсын. 3 бөлмелі үй, қасында уже мектеп, садигі бар, элитный микрорайон. Соны төлеп жатырмыз НЛ-ның ақшасына. Сосын үйіміз сат жіберіп, кеше қаланың тоже прям қасынан 10 сотық жер алдық. Машалла. 10 миллионға алдық. 10 миллионға жер алып, енді мен қаланың қасынан табам деп жүредім. Ана прям менің өзімнің арманымдағы жер болды. Алдымызда үй жоқ, бұрынғы жерімізде солай кең болатын. Сол енді қазіргі мақсатымыз үлкен зәулім үй салу. Бұл компанияның мүмкіншілігі әлі көп қой. 4 миллион мысалы мен үшін шүкір ғой, бірақ мен білем да, мысалы Ардақ ханымның қанша алатын, Эльнораның қанша алатын біле тұра, мен дейтін өзім шектемеймін да. Вообще мынандай болып тұр да қазір менде дейтін ақша дейтін шексіздік дейтін. Сол барлығыңызға осындай керемет мерекеде кездестіре. Қазір мына менің оқырмандарым Эльнураны қарап ойлаған шығар, мына бизнесте 4 миллион алу үшін осылай сөйлеу керек екен, осындай қасқыр болу керек екен деп. Әртүрлі адам, әртүрлі тағдыр. Осы жерде мен тағы бір